Жолбарыс пен тышқан ертегісі. Каналға тіркеліп, лайк басып қой. Орманда бір жолбарыс өмір сүріпті. Бірде ұйықтап жатқан ол үстінен біреудің жорғалап жүріп бара жатқанын сезеді. Көзін ашып қараса, тышқан екен. Жолбарыс ұйқысын бұзған үшін тышқанды өлтірмек болады. Тақсыр, өлтірмеңіз, кешіріңіз. Менде бір көмегім болып қалар, деп өтінеді тышқан. Сонда жолбарыс: мен жолбарыспын, ал сен кіп-кішкентай тышқансың. Қызық екен, сен маған қандай көмек бере аласың? Деп күлді де: жарайды, кешірдім. Тез қаш, деп тышқанды қоя береді. Тышқан қуанып, рахметін айтып, жүгіріп кетеді. Күндердің бір күні жолбарыс жортып жүріп, аспа тұзаққа түсіп қалады. Қанша бұлқынғанымен аспа тұзақтан шыға алмайды. Өлген жерім осы болды-ау деген сәтте әлгі тышқан келіп қалады. Тышқанды көріп жолбарыс қатты қуанады. Мені құтқара аласың ба? Деп тышқаннан көмек сұрайды. Тышқан жүгіріп жүріп, аспа тұзақты өткір тістерімен қиып-қиып жібереді. Жолбарыс тышқанға разы болады. Мен өткенде сенің сөзіңе күлген едім. Кіп-кішкентай тышқан маған қалай көмек береді деп сенбедім. Сөйтсем қателесіппін. Мені құтқардың. Шынында да үлкен көмек бердің. Саған рахмет. Енді менің досым бол, дейді жолбарыс. Осылай жолбарыс пен тышқан дос болыпты.